Barşalarыңызға ассаламу алейкум. Келіп жеткен Рамазан айы барша мұсылмандарға құтты да берекелі болсын. Бүгінгі бейне жазбамызда Рамазан айының көпшілік естімеген ерекшеліктері және бұл айдың неліктен Рамазан деп аталғандығы жайында, бұл айдың рухани кемелденуден бөлек оразаның адам денсаулығына пайдасы жайында, және Рамазан сөзі мен Нобель сыйлығын иеленген ғалымның ғылыми зерттеуінің үндестігі жайында айтатын боламыз. Бейне жазбамызды бастамас бұрын арнаға тіркелу батырмасы мен қоңыраушасын баса кетіңіз. Бейнемізге лайк басып, арнаға қолдау білдіріңіз. Ендеше кеттік. Рамазан оразасы дініміздегі парыз етілген 5 амалдың бірі. Рамазан оразасының ерекшеліктерін айтатын болсақ, Алла тағала құдси хадисте адам баласы оразадан басқа кез келген ісін өзі үшін орындайды, ал ораза мен үшін және оның сауабын өзім беремін дейді. Имам Ан-Нахаи, Алла ол кісіне рахметіне алсын, Рамазан айындағы бір күндік ораза басқа 1000 күннен артық. Осы айдағы әрбір зікір 1000 зікірден артық. Осы айда оқылған әрбір ракағат намаз басқа уақытта оқылған 1000 ракағаттан артық деген. Алла тағала Құран кәрімнің Бақара сүресінде Рамазан оразасының парыз екендігін және бұл айда Құран түсірілгендігін баяндаған аяттан кейін мына аятты келтіреді. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Егер құлдарым мен туралы сенен сұраса, мен оларға өте жақынмын. Қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін деген. Осы аят жөнінде тәпсірші Ибн Касир, Алла ол кісіне рахметін алсын, бұл дұға етуге шақырған аяттың ораза үкімдерімен бірге келуі, сол оразаның белгілі күндері толғанда және әрбір ауызашар алдында дұға етуге тырысу қажеттілігін білдіріп тұр деген. Яғни бұл ай дұғаның көптеп қабыл болатын айы. Бұл айдың Рамазан деп аталу себебі, Рамазан сөзі рамат сөзінен шығып, күйдіру, өртеу деген мағыналарды береді. Бұл жөнінде имам Қуртуби, Алла ол кісіне рахметін алсын, Рамазан деп аталу себебі, әрбір мұсылман салиқалы ізгі амалы арқылы күнәларды күйдіреді, жояды деп айтқан. Және Ыбырай Алтынсарин атамыз мұсылмандық тұтқасы кітабында әр жыл Рамазан айында 30 күн роза тұту парыз. Рамазан деген сөз күйдірген деген сөз. Яғни Рамазан айында роза ұстағандардың күнәсі күйдіріледі деген. Бұл жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім Рамазанда иманмен және сауабын үміт етіп ораза ұстаса, оның өткен күнәлері кешіріледі деп айтқан. Тағы бір хадисінде кім Рамазан айын көре тұра Алланың кешіріміне қол жеткізе алмаса, ол адам Алланың мейірімінен ұзақ болсын деп, бұл айдың Алланың кешірім айы екендігін айтқан. Алла тағала бізге оразаны парыз етті. Біз мұсылмандар 14 ғасыр бойы жылына бір рет күндіз ішіп жеуден тыйылып, Алла бұйырған амалды пайғамбарымыз көрсеткендей орындап келеміз. Ал Алла әмір әрбір істе біздер үшін пайда көп. Рамазан айының рухани тәрбиесі бір бөлек. Оның адам денсаулығына, өмір сүру салтына әкелетін пайдасы орасан зор. Міне, әрі қарай осы жайында сөз қозғайтын боламыз. Әлемде әр жылы адамзат өміріне қосқан үлестері үшін түрлі сала үздіктерінен Нобель сыйлығы беріледі. Дәл солай 2016 жылы жапониялық ғалым Эсинори Асуми аутофагия механизмін ашқаны үшін Нобель сыйлығын иеленеді. Аутофагия бұл қалдықтардан құралған жасушаның қажетсіз бөліктерін өңдеу. Ал бұл үдеріс ашығу арқылы жүзеге асады. Ашығудың мақсаты бүкіл ағзаны сауықтыру, оның барлық қызметін қайта құру, жаңарту. Эсинори Асуми ашығудың пайдасы жөнінде келесідей баяндайды. Адам ашыққан кезде ағзадағы ескірген, істен шыққан ақуыздар мен өзге де органикалық заттар жойылып, тазаланып отырады. Қажетсіз заттардан арылу өз кезегінде ағзаға қосымша күш-қуат береді. Ашығу кезінде ас қорыту мүшелері мен бауырдың қызметі жеңілдейді. Ашығу кезінде сезім мүшелерінің қызметі қалпына келіп, қан айналымы жақсарады. Ағзаның өзін-өзі тазартуы түрлі вирустардан сақтайды. Ашығу қатерлі ісік пен гепатит сияқты ауруларға пайдалы. Адам қатты ауырған кезде тамаққа тәбеті болмайды. Себебі қатты ауырған кезде адам организмінде қорғаушы реакция пайда болып, жаңа жасушалар пайда болады. Пайда болған жасушалар керексіз жасушаларды тазартады. Ашығу терінің қуаттылығын арттырып,
зиянды микробтар мен бактерияларға қарсы күресіп, адамды тез қартаюдан қорғайды. Сонымен қатар қанның қоюланып кетуінен сақтап, қан құрамындағы қант мөлшерінің төмендеуіне үлкен септігін тигізеді. Міне, осы ашқан жаңалықтары мен ғылыми зерттеулері үшін Эсинори Асуми әлем жұртшылығының алдында үздік деп танылды. Ал Алла тағала өз пайғамбары арқылы қияметке дейінгі барша адамзатқа оны үлгі етіп, белгілі бір істерді парыз қылды. Кейбір амалдардан біздерді тыйды. Одан шығатын қорытынды, Алла не нәрсені бұйырса, сол амалда біздің өміріміз бен денсаулығымыз үшін пайда бар. Алла тағала Құранда пайғамбардың бойында сендер үшін үлкен үлгі өнегелер бар деген болса, қазіргі ғылым мен медицина бұған куә. Енді Рамазан сөзінің аутофагиямен үндестігі жайында айтар болсақ, мұсылман ораза ұстап жақсы істерін көбейту арқылы рухани кемелденеді және жоғарыда айтқандай күнәларын күйдіріп, одан арылады. Ал оразадағы ашылу адам ағзасындағы 11 ай бойы жиналған зиянды микробтар мен бактериялардан арылтады. Бұнымен айтқымыз келгені, Рамазан бұл рухани жаңару, әрі адам ағзасының жаңаруы. Құрметті көрермендер, бүгінгі бейнеміз пайдалы болған болса, арнамызға тіркеліп, өзгелермен бөлісіңіз. Алла разы болғай.